Криптовалюта дегенimiz не? 1 теңгеге? 120 мыңнан 5 миллион қылып шығарып. Биткоиннан басқа әлемде 20 мыңға жуық криптовалюта бар. Мына кісі күнде просто 10 минут жүріп 13.500 теңге тауып жатыр. Ауадан ақша табу деген осы. Барлықтарыңызға сәлем. Есімім Еркебұлан Бекқалиұлы, бұл бизнес таңдау арнасы. Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздерге жалпы ақша туралы айтқымыз келеді. Енді өздеріңіз білесіздер, кез келген кәсіпті біз түсірген кезде негізінде себестоимость пен маржа туралы көп айтамыз. Көбісіне қызығы қанша ақша қалады, қанша пайда табамын дейді. Енді бүгін біз сіздерге таза ақша туралы, ақшаны қайда сақтау керек, қазіргі таңда ақшаны қайда сақтайды, оны қалай көбейтуге болады, толыққанды бүгін сіздерге осы жайлы айтатын боламыз. Біз алдыңғы шығарылымда майнинг жайлы айтқан болатынбыз. Оның қаралымы 70 мыңнан асты, өте қызық болды, көп адамдардың сұранысы өте жоғары болды. Енді бүгін сіздерге криптовалюта жайлы, оның ішінде майнинг, одан бөлек 14 тәсіл бар екен тағы да ақша табудың. Толыққанды сіздерге бүгінгі шығарылымда көрсететін боламыз. Достарыңызға, туыстарыңызға таратып қойыңыздар. Бүгінгі шығарылым сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Бүгін біз Криптон компаниясына қонаққа келіп отырық. Табиғат аясында керемет қаланың ортасында керемет офистары бар екен. Сондықтан бүгінгі шығарылымды бастайық. Есімдеріңіз кім болады? Мен есім Нұржан болады. Мына қасымда отырған партнерім, досым Олжас. Армысыздар. Біз былтыр өзіміздің компаниямызды аштық, Криптон компаниясы. Жалпы біздің мақсатымыз осы қазақтың қаржылық сауатын көтеру. Осындай нәрсе, криптовалюта сияқты нәрсе бар екенін адамдарға жеткізу. Қашанға адам екі қолға бір күрек деп зарплатаға, кредитқа жүгініп жүгіре береді. Осындай нәрсе бар екенін қолданып отырса, хотя бы біледі де керек кезде бір нәрседен ақшаны шығарып, анаған айландырып, сатып жеріп, сатып алып деген сияқты пайданы табуға болады бұл нәрседен. Енді біз осы 5-6 жылдың ішінде өте көп тәжірибе жинап алдық. Нарықта бірінші жыл жүріп жатқан жоқ, біз өте көп паденияны да көрдік, өте көп өсімді де көрдік. Сондықтан адамдарды енді құлайтын жерден сақтап қалғымыз келеді. Қазір өте көп мошенниктер да көбейіп кетті. Там платинкоин, илкоин, тифкоин, өте көп неше түрлі мошенниктер бар. Адамдарды осы Қазақстанға әкеледі, пирамида сияқты адамдарды салғызады, криптовалюта деп неше түрлі проекттарға кіргізіп жатыр. Біз біздің лектерге келген, жалпы офисімізге келген адамдардың бәріне көп адамдарда сұрақ болады. Не осындай проект бар екен, ақша салуға бола ма, осындай проект бар екен деп. Біз ағын көрсетеміз, қарасын көрсетеміз. Мыналар мошенниктер, мыналар мысалы там жақсы компания, бұлмен жұмыс істеуге болады деген сияқты. Енді өзіміз күйгеннен кейін үрлеп шуды үйретеміз бәріне. Жалпы былай айтқанда, бұл цифровой ақша, е? Мысалға біз қазіргі таңда көп ақшаларды жалпы Каспийда ұстаймыз. Көзге көрінбейтін деп айтады, былай айтқанда. Каспийге кіреміз, тек қана суммасы ғана көрінеді. Біреуге жібересің, біреуден аласың деген сияқты. Енді заман соған келе жатыр. Енді өздерінің тілдерімен біз сияқты енді түсінбейтін адамдарға, көп нәрсені білмейтін адамдарға қарапайым тілде түсіндіріп берсеңдер. Криптовалюта дегеніміз не? Жалпы криптовалюта деген ол ақшаның келесі эволюциясы деп айтуға болады, келесі деңгейі сатысы деп айтуға болады. Өйткені басында бартер болды, адамдар обмен жасап, бір-бірімен айырмасып, сізде мысалы ет бар, менде там бір зат бар, кілем бар, сөйтіп айырмастырып бір-бірімізді жұмыс істеуші едік. Одан кейін тиындар шықты, алтын, күмістен кейін темір ақша шықты, одан кейін валюта шықты, банктар құрылды, банкнота пайда болды, сол үшін банкнота деп айтады, купюраларды. Ары қарай мына карталар шықты, пластиковый ақша. Өзіңіз былай артқа қарасаңыз, бір 10 жыл, 20 жыл бұрын ешкім ойлаған жоқ, бір телефоннан екінші телефонға сіз ақшаны аударып отырасыз деп, былай Каспиймен, басқа бір банктермен деп. Жақсы. Жалпы біз тарихтан білеміз, кезінде қағаз ақша шыққан кезде даже біздің өзіміздің билер бар ғой, Қазыбек би, Төле би барлығы қарсы болған етін. Неге қағаз ақшаға береді деп. Кейін бізде Каспиймен аударған кезде таксистер болсын, магазиндегілер болсын, барлығы қарсы болды. Енді қазіргі таңда криптовалютаға өтіп жатыр. Қаншалықты қарсылық бар, қаншалықты қолдау бар. Біздің артымызда отырған жандар, бұлардың барлығы үйренуге келген адамдар, Біз мына жақта байқап отырық, бір апа отыр, 70 қаншада? Жасы? Жасы 75-те. 75 жастағы апамыз кеп криптовалютаны үйреніп жатыр. Олар не үйреніп жатыр? Қаншалықты бұлай сұраныс бар негізі осы салаға, криптоға? Көптеген адамдар қазір түсінбей жатыр криптовалютаның құндылығын, болашағы мен құндылығын. Өйткені даже интернет шыққанда бұрында адамдар оны қолдамаған. Ол не, ол қалай, ол деп.
сенбеген. Пластиковый карта шыққанда тоже сенбеген. Ол қалай пластиковый картада біздің қағаз ақшамыз қайда деп. Ал қазір бізде барлықтарымыз Каспийда, то есть цифровые деньги, цифровой ақшаларын уже қазір біз бәріміз қолданып жатырмыз. Ал биткоин, эфириум, криптовалютный мир осының барлығы, ол осы барлық жаңағы ақшаның келесі сатысы деп айтса болады. Осыған алдын ала дайын болған адамдар, міне даже 75 жаста болса да елден қалмаймын, мен жастардан қалмаймын деп оқып келіп отыр. Қазір қанша адам оқытасыздар? Осы күнге қанша адам оқыттыңыздар? 500-ден астам. 500-ден аса адам оқыды. Жақсы. Бағана айтып қалдыңыздар, криптодан бөлек 15 тәсілі бар дедіңіздер. Жалпы крипто арқылы табыс табудың 15 тәсілі бар деп. Тоқтала өтсек, ол қалай? Мысалы трейдинг деген бар. Трейдинг деген ол криптоны просто алып сату. Кәдімгі бизнесқа да ұқсайды. Мысалы сіз там кроссовканы аласыз, 5000 теңгеге аласыз, там 10 000 теңге сатасыз деген сияқты да. Бірақ сіз бұл жерде бағаны өзіңіз қойып отырсыз, ал жақта нарық өзгеріп отырады. Баға арзан кезінде алып қаласың, қымбат кезінде сатып жүресің. Мысал айта аламыз ба бір нені? Криптовалютаны ма? Жоқ, жалпы сіз айтып отқан нәрсеге байланысты. Трейдингқа байланысты. Иә. Мысалы қазірдің өзінде мысалы өте көп криптовалюталар қазір негізі нарық кішкене құлап жатыр, өйткені елдегі жағдай бар, әлемдегі жағдайлар кішкене әсер етіп жатыр. Доллар ФРС-тің құны кетіп жатыр. Долларды наштамповали коронавирус болған кезде, қазір ешкімге керегі жоқ, өте көп эмиссиясы көп болып тұр, саны көп болғаннан кейін құндылығы азаяды. Просто Карл Маркс атамыз айтқандай, просто сұраныс пен спрос и предложение. Сұраныс пен ұсыныс. Тура сол сияқты криптовалюта әлемінде де экономиканың заңнамалары жұмыс істейді. Осының бәрін білсеңіз, енді бірге бірді қосалсаңыз, бұл жерде ақша шығаруға болады. Бағана мысалы сіз айтқан сол нәрсе ғой, мысалы 30 доллар салдым дедіңіз, 260 доллар көтеріп алдыңыз. Лара, иә? Луна. Ол қазір кішкене құлап жатқан криптовалюта. Просто соның өзінде табыс тауып отыр. Деген жаңағы акцияның ары бері қозғалысы. Өсіп құлауы. Мысалы қарапайым тілде айтайықшы, мысалы сіз кеше 30 доллар салдыңыз, 260 көтеріп алдыңыз. Мысалы 1 миллион салсаңыз, 2-3 күнде қанша көтеріп алуға болады? Енді тура осындай жағдайға келсек, 30-дан 200 жасасам, мен 1 миллионнан уже қанша 6 миллион жасаса болатын еді. Мен егер 1 миллионмен кірсем, осы криптовалютаға бүгін қазір 6 миллион. Сонда бір күнде 5 миллион жасап алып жүрмін. 1 миллион салдың ұтылып қалу бар ма? Конечно, риск болады, любой момент. Бірақ жаңағы бұл более безопасный виды. Жай спотовый режимда, жай егер бағасы түсіп кеткен кезде, сіз оны сатпай, ұзақ мерзімге қалтырып қойсаңыз болады да. 1-2 аптадан кейін, 1 айдан кейін, 1 жылдан кейін оның бағасы. Момент ұстап отыру керек, иә? Жақсы. Қазір криптовалюта қанша болып тұр қазір? Жалпы көп адам өстіп сұрайды, өзі түсінбегеннен кейін криптовалютаның түрлері өте көп. Мысалы, сіз, наверное, биткоинді ғана білетін шығарсыз. Иә, биткоин естуім бар. Биткоиннан басқа әлем бойынша қазірдің өзінде бір 20 000 түрі бар шығар криптовалюта. 20 000 түрі бар, әртүрлі. Биткоин қанша болып тұр қазір? Биткоин мөлшерде бір 16-17 миллиондай болып тұр, бір штук. Оны 2009-да 1 теңгеге 2320 биткоин сатып алуға сатып алуға болушы еді. Қазір 1 биткоинға 1 квартира алуға болады. Елдер ойлайды, биткоинға кешігіп қалдық дейді. Олай емес, өйткені криптовалюта биткоиннан басқа, биткоиннан жақсы да криптовалюталар шығып жатыр. Жаңа айттым ғой, кішкентай криптовалюталар, кішкентай проекттер шығады. Биткоиннан да артық, 1000 есе артық. Бірақ олар әлі кішкентай. Өйткені олардың өсуіне кішкене уақыт керек. Ертең любой криптовалюта биткоиннан асып тұруы мүмкін бағасы. Жалпы мына криптовалюталардың, сіз бағана сұрақ қойдыңыз, криптовалюта деген не дегенде, ол цифровой ақша дедім. Бірақ оны как технология ретінде қарайтын болсақ, көп компаниялар, мысалы BitTorrent деген бар ғой, скачивать ететін компания, соның өзінің криптовалютасы бар. Потом, мысалы Google, Яндекс сияқты Bravo деген браузер бар, соның өзінің криптовалютасы бар. Олар сол жерде оплатаны, рекламаны бәрін сонымен төлейді, сол криптовалютамен. Өте көп, мысалы, өзінің дантисттардың криптовалютасы бар, медицина саласында, футбольный клубтардың көп криптовалюталары бар. Даже BMW, Alpine, солардың өздерінің криптовалюталары бар. Любой бір әртіс болсын, фан токен шығаруы мүмкін. Өте көп жерде қолдануға болады.
өте жақсы технология, просто енді заманауи нәрсе, заманнан қалмай осының бәрін қолдану керек қазір. Біз бағана интервью аламыз деп келген кезде осы жақта адамдар өте қатты қуанып жатыр, командаларымыз қуанып бір-бірін қолын алып деген сияқты. Не болып жатыр қазір? Бізде енді жалпы нарық кішкене құлап жатыр деп айттым бағана. Сол жерде өте үлкен проект қазір құлап өте арзан тұрып жатыр да, бір Луна деген криптовалюта. Соны жақсы точка входасын есептеп, біз кеше бір алдық, бүгін бір алдық. Осы жерде отырған адамдардың бәрі кіріп, жаңа келген қонақтарымызды алып жатыр да, үлкен X көрсетіп. Біреу там 10X алды, там миллион салып, там 6 қылып шығарып жатыр да, әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Біреу мысалы $10 кірді, соны 100 қылып шығарып жатыр. Ол да қуанышта бір жағынан. Бұл нәрседе енді депозит болады, әр адамда өзінің торговый депозиті болады. Мысалы, сіз $100 жақсы торговля жасауыңыз мүмкін. Бірақ сіз $1000 беріп қойса, сіз $1000 құртып аласыз. Өйткені ондай көлемде ақшаға дайын емессіз де, өзіңіз психология тұрғыдан, риск менеджмент, тактика жағынан, стратегия жағынан. Соны біз өзіміздің курсымызда үйретеміз. Жалпы мен өзімнің кішкене тарихымды айта кететін болсам, өзімнің былай енді жақында болған нәрсе, қалай келгенім емес, өзі болған әңгімеде 2019-да осы Binance платформасына, Binance деген биржа, осындай нарық торговля жасайтын. Сол платформаға Solana деген валюта келген. Solana деген криптовалюта келді. Сол кезде тура қазір болып жатқан жағдай сияқты, где-то бір баға сол кезде 2 цент болды, 20 цент болып тұрды. Бір Solanaның құны 20 цент болып тұрды. Сол кезде мен 1000 дана алып қойдым. Ол қанша теңге? Ой. $2. $2 емес, где-то бір 120 мың теңгедей салдым бұған. 120 мың теңге. Ол кезде еще банкта жұмыс істеп, үшін былай салып, әртүрлі проекттарға салып жүрдім, солардың біреуі Solana болды. Өте жақсы проект, тоже биткоиннің артын басып атқан мықты проекттардың бірі. 3 айдай болды. Сол кезде сол жылы үйленгем. Тойға ма бірдеңкеге ақша керек болды. Бағасы $3,5 өсіп кетті 3 айдың ішінде. 3 айдың ішінде өсіп кеткен кезде ақша керек болғаннан кейін там 500 штугын жартысын сатып жібердім. Жартысын сатып жібердім де, примерно ақшамен 1 миллион теңге болды. 1 миллион теңгені сон 1-2 ай уақыттың ішінде осымен шығарып алдым. Өте жақсы. Ішінде 1 миллионға. Иә, басынан 0,2-ден алдым, ол өсті, бірақ тиіскен жоқ. Мен жақсы проект болғаннан кейін ұзақ мерзімге алып отырдым. Аяқ астынан керек болып қалды. Сол кезде енді сенімсіз болғаннан кейін өзім енді бір жағынан үлкен сумма, бір жағынан енді 120 салдым, миллион алып шығуға болатын шығар деп мен миллионды шығара салдым. Арада біраз уақыт өтті, уже где-то тағы да бір 3-4 ай өтті ар жағында. Баға $18 болып кетті. Бір Solanaның бағасы $18 болып кетті. Бұл жерде енді күрес болды уже өзімде. Анда психологический борьба деп айтады ғой, адамның ішінде. Страхың бар, қорқынышың бар, жадностың бар ана жерде. Бұна жердегі 500 штугым тең 5 миллион теңге болып кетті. Қалған 500 штук 5 миллион теңге болып кетті. Шыдамадым. Шығарып алдым енді. Бұның өзі өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. 120 мыңнан 5 миллион қылып шығарып енді, общий 6 миллион қылып шығарып алдым. 6 ай шамамен көлемі. Где-то 6-7 айдың ішінде. 6-7 айдың ішінде. Бірақ бұны мен қайта-қайта қарап отыратындай нәрсе емес. Бір алып қойдым, мына жерде ақша керек болып қалды, шығарып алдым. Мына жерде уже өзім дайын болмай шығарып алдым. Тағы біраз уақыт өтті. 2020 келеді. 2020-ның ноябрін ешқашан ұмытпайтын болдым. Сол кезде мынаның бағасы қаншаға барды? $269 барды. Бір штугы $269 болды. Шығармағаныңызда қаншаға? Шығармағанда енді 1000 дана болды, просто мына жақта қосыла салады. Осыншама доллар болушы еді. Оны мына жақтан теңгенің курсына көбейтесің, қанша? Тағы да 2-0 қосылады ғой, ар жағына как минимум 4-ке көбейтіледі. В общем, 3-0 қосылады ғой артына теңгемен. Енді осының бәрін мен өкініш деп айтпаймын. Иә, өкінесің, бірақ сабақ, бір жағынан тәжірибе, осымен қазір бөлісе алам. Даже қазір мына Луна криптовалютасы құлап жатыр.
лунада тоже $100 дейін барды, қазір 0 теңге тұрады. 0 теңге болғанда 1 теңгеге сатып алуға болады. Бүгін сіз сұрап жатсыз, неге қуанып жатыр? Бәрі сол лунаны $100 тұрған нәрсені 1 теңгеден алатын мүмкіндік болды бүгін. Соны 1 теңгеден бәріміз алдық та, жаңа 20-30 теңге болған кезде саттық. Соған қуанып жатыр бәрі. Бір күнде қанша жасады шамамен айтайықшы? Енді мен өзім кеше 8-де алдым. Кешкі 8-де бағасы лунаның. Енді мен бұны бір андай совет ретінде айтып отырған жоқпын, просто болған нәрседе. Лунаны кеше тағы бір 0,5 болды, значит. Осындай бағамен сатып алдым. Доллармен. $100-ға, яна доллар. $100-ға, енді где-то 40 мың теңгеге мен сатып алдым где-то бір 2 миллион луна. А оның каждыйы бүгін в моменте қада өз жағына бағана ар жағына басын түсіріп аттық қой видеоны. Сол кезде қайта телефонда қарап отырғаным сол. Бір данасының бір штугы 20 теңгеге дейін өсті. Енді 20-ны 2-ге көбейтесіз, 2 миллионға. Иә, сондай болды. Жоқ, мен сондай болды деп айтып отырмын ғой, түсініп отырсыз. Алматсыз ба ақшаны? Мен кеше біразын сатып, шәкірттеріме де көрсеттім. Былай салған ақшаңызды шығарып алып, плюсын нету керек и фиксировать ету керек. Жалпы бұл проект кішкене опасный проект болып тұр, өйткені 100-ден құлағаннан кейін просто қысқа мерзімдік трейдингқа келіп отыр. Бұл ешкімге андай финансовый совет емес, кіріңіз деп отырған жоқпын. Просто сондай момент болып қалды. Біз өз шәкірттерімізбен бөлісіп, біз командамызбен сондай момент ұстап қалып отырмыз. Жақсы. Көбісі мысалға комментарияға бет жазуы мүмкін. YouTube-та барлығы тұр ғой деп. Көп ақпараттар YouTube-та мен өзім де кеше зерттеген кезде қарап шықтым, негізі орысша бар деп. Бірақ енді сіздердің артықшылықтарыңыз не болады? Бұда үйретудегі артықшылықтар, аналитика берудегі, алдын ала бірдеңке ұсынудағы артықшылық неде? Курсты оқыған кезде жалпы біздің Криптон компаниясының курстың артықшылығы біз біріншіден қазақша үйретіп жатырмыз. Қазақша ақпарат өте аз. Аз болғанда даже енді качествосы да басқа, ешқандай енді жетістікке жету өте қиын болады. Екіншіден біздің мақсат үлкен комьюнити құру. Қазақша бірінші команда сияқты. Өйткені мына көп курстарды, басқа нәрселерді алатын болсақ, мына тендерлар, Wildberries, неше түрлі нәрселер көп қой қазір айналысып жатқан. SMM, таргетолог, маркетолог, сол курстардың бәрін бітірген адамдар бір-біріне конкурент болып шығады. Ал біздің курсты аяқтаған адам, ол үлкен семья болып, жаңа да көрдіңіздер ғой, 75-тегі апамыз бар, жас 18-дегі жігіттер бәрі дос болып, ешқандай жас айырмашылығы білінбейді бұл жерде. И ешқалай бір-біріне конкурент болмайды. Өйткені бағана айтқандай, бүкіл Қазақстан кіретін болса да, бұл үлкен нарық, бүкіл әлемдік нарық. Сондықтан бұл жерден бәрі союзник болып, үлкен бір семья болып, комьюнити болып, команда болып, ары қарай бірге дами береді. Тапқан ақшаны қаншалықты қиын Каспийге лақтырып алу? Қиын ештеңкесі жоқ. Бүгін шығарған нәрсені қазір шығарып алуға болады. Көрсете аламыз ба? Иә, болады. Жақсы. Қалай істейік, запись экраны ма или? Запись экранында жасасақ болады. Запись басталды, мысалы. Мысалы, міне мына жақта қанат 45 мың. Каспийге түсті. Қазір курсты оқып жатқандар сіздерде 15 тәсілден қайсысына көбірек ақша салып жатыр? Көбі инвестированияға салып жатыр, өйткені көп мына курсымызды алып жатқан адамдардың өздерінің компаниялары бар, заводтары бар, деген сияқты бизнестары бар. Инвестирование жақынырақ болады ол кісілерге. Потому что олар бір зерттеп алады, проект ұнайды, командасын зерттейді, басшыларын көреді и соны салып қояды, ұзақ мерзімге әртүрлі проекттарға бөліп тастайды. Потом екінші орында P2P тәсілін айтуға болады. P2P-да уже адамдар, как міне жаңағындай 449-дан ол менен долларды сатып алды ғой. Ол оны ертең мысалы или бүгін 460-тан сатып жібереді. Ол уже біз жаңа біреудің бизнесіне үлес қосып жеттік те, даже осының өзінде бір тәсілмен жаңа Қанат деген кісі ақшасын, табысын көреді. Өйткені мен енді жылдам 449-дан сатып алдым. Ол оны 460-тан, 470-тен сатама өзі біледі. Жақсы. Енді кез келген салада подводные камни дейді ғой. Бір не бар ма, қауіп бар ма бұл салаға кірген кезде? Енді көп курстар, сіз айтып отырсыз, артықшылығыңыз неде дегендей, көп курстарда сразу фьючерстарды өте рискі көп тәсілдерді көрсетеді. Жаңадан кірген адам биткоинді жаңа ғана көрген адамға фьючерсті көрсету ол өте дұрыс емес, өйткені ол бір жағынан азарт бар ол жерде, екінші жағынан ақшаңыз, салған ақшаңыз
нольға кетіп қалуы мүмкін полностью. Біз өз курсымызда толықтай 15 тәсілді көрсетеміз, психология жағынан жұмыс жасаймыз, командамен бірге торговать етеді. Жаңағындай бүкіл адамдар бір-бірімен араласып, ары қарай жұмыс істеп отырады. Сондықтан енді бұл жерде ең үлкені бұл жерде команда, екіншіден қаржылық сауат өседі, психология енді қалыптасады деген сияқты. Бұл бір мынандай енді көлік сияқты нәрседе біздің курсымыз просто енді сүйретші емеспін. Көліктің 4 дөңгелегі болады. Бірінші, бұна бір дөңгелегі ол біз айтып отырған крипта. Екінші дөңгелегі ол психология. Егер сіз ана ақшаға дайын болмасаңыз, ұтып алған кезде де сіз оны шығара алмай, или там жадничать етіп күйіп кетуіңіз мүмкін. Момент шығара алмасаңыз. Үшінші дөңгелек бұл жерде қаржылық сауаттылық. Сіз алып шыққан ақшаңызды там 100 000-мен кірдіңіз, миллионға алып шықтыңыз да, жарата алмасаңыз, ақшаны ұстай алмасаңыз, толку болмайды бәрібір. Поэтому қаржылық сауатты бірге алып жүру керек. И төртінші дөңгелек бұл жерде команда. И осы 4 дөңгелекті бірге қосқан кезде сол біздің криптон шығады. Жалпы біздің мақсатымыз, жұмысымыз осылай. Жақсы. Енді команда туралы айтайықшы, командаңызда қанша адам бар қазір? Енді бізде уже бір 500-600 шәкірт үйренді. Солардың бәрі командамыздың мүшесі болып қалып қалады. Оқыған адамдар қалып қалады жатыр. Өйткені ары қарай мен көрмеген нәрсені қазір өте көп. NFT кроссовкалар шығып жатыр, ағылшынша курстар шығып жатыр NFT-мен. Сіз ағылшынша сабақ оқыған үшін сізге ақша төлеп отыр. Тура сондай жаңа проекттар шығып отырады. Сол проекттарды менде 2 ақ көз, бірақ ана 500 адамды алатын болсақ, олармен бірге бізде 1000 көзде уже. Мен көрмеген нәрсені басқа біреу айтып қалуы мүмкін. Содан кейін зерттейміз. Скам емес, мошенниктер болса, жоламаңыз дейміз. Егер өсім болатын жақсы проект болса, зерттеп өзімізде кіреміз. Сол үшін команда бұл жерде өте қажет. Қазір 30-ға жуық командаңыз бар. Командалар енді көп бізде, бірақ біздің жалпы өзіміздің кураторлар бар, кураторларымыз бізде жалпы командамызда өзіміздің команда деп айтқан кезде бұл жерде комьюнитидің бәрін айтып отырмын мен. Ал өзіміз криптон компаниясында бір уже 20-30 адамдай жұмыс істеп жатырмыз. Оқуға келген адамдар осы офиста оқитын болады ғой? Офиста болған кезде бізде пакеттермен бөлінген. Старт пакетін алған адамдар тек қана онлайн форматта оқиды. Про пакетті онлайн, куратормен, VIP пакетінде уже кездесулер болады. Бүгін келген VIP пакет? Бүгін келген бағана көрген адамдарыңыз VIP пакеттің студенттері. Момент ұстау деп өттіңіздер. Енді момент ұстау ол неге байланысты болады? Крипто неге құлайды кейде, неге көтеріледі? Жалпы оған кім себепкер болады? Ортада кім тұр деп айтайықшы? Негізі көптеген адамдар ойлайды, что криптовалютаны бір кісі адам отырып компьютермен бүгін бағасы мынандай болады, ертең бағасы мынандай болады депші. Ол мүлдем олай емес, бұл үлкен нарық болып есептеледі. Өте қарапайым тілмен мысал ретінде көрсетіп кетсем, қалай криптовалюта өседі, құлайды. Мысалы алатын болсақ, X компаниясы бұл мысалы бір стартап деп есептейік, потому что қазір новый компаниялар мен стартаптың бәрі осы криптовалютамен шығып жатыршы. Осы X компаниясы бұлар немен айналысады вообще? Бұлар айналысады бір какой-то бір микрочиптар шығарады машиналарға арналған. И өздеріңіз білесіздер, Илон Маск деген кісіде Tesla компаниясы бар. И және де Илон Маск өте жаңағы крипто әлемге жақсы әсер етеді. Мынау мысалы Tesla компаниясы. X компаниясы Tesla'ға запрос жібереді. Мысалы, Илон, ассалаумағалейкум, бізде осындай чип бар. Сіздердің машиналарыңызға орнатсақ, жаңағы моторыңыз 30%-ке жылдамырақ істейтін болады. Мысалы, от 0 до 100 дейді ғой, соны тезірек алатын болады дейді. Илон не дейді? Илон Маск айтады, хорошо, жақсы, біз қарастырып көрейік бұл запросты. И жаңағы эксперимент жасап, 2 аптаның ішінде жауабын айтамыз дейді. Осы X компаниясы Илон Маскқа заявка жіберген мысалы жаңалықты әлемнің бәрі көреді. Неге? Өйткені Tesla үлкен компания, және де осы компаниямен егер
новый сотрудничество болып жатса, и тем более оларда криптовалюта болса, елдің бәрі осы X компаниясының криптовалютасын алатын болады. Ал X компаниясы өзінің мына чипін және де компаниясының акцияларын криптовалютада шығарады. Мысалы, X криптовалютасы деші, грубо говоря, X криптовалютасы. Мынан запрос, мына 14-ші күн деп ойлайық, айтты ғой 14 күннің ішінде, 2 аптаның ішінде жауабын айтам деп. Мына нулевой день. Мысалы, осы күні мені жібереді запрос, мынау 1 апта дейік. Мына күні, например, бірінші күні, бір күн өткеннен кейін бұл жаңалықты уже примерно 10 мың адам естіді дейік. 10 мың адамның ішінен 1000 адамы алады. Неге? Өйткені хотя бы 5 мың теңге салық қойсам, или 10 мың теңге салық қойсам, ертеңгі күні Илон Маск вдруг я десе, болды, мынау атады дейді. Мына күні уже 1000 адам кіргеннен кейін, бұның бағасы ең басында шыққанда $1 болайық деші. Ең бірінші күні $1 болады. Осы криптовалютаның бағасы X компаниясының. Екінші күні бұның бағасы уже 1000 адам кіргеннен кейін примерно $3 тұрады. Неге? Өйткені адамдар ақшасын салып жатыр ғой бұл компанияға. Осы криптовалютаны алып жатқаннан кейін криптовалютаның жаңағы құндылығы өседі. $1-дан $3 өсті, например. Жетінші күні бұның бағасы примерно $20 тұруы мүмкін. 14-ші күні уже бірінші күні 10 мың адам көрсе, 2 аптадан кейін уже 10 миллион адам көруі мүмкін. 10 миллион адамның ішінен миллион адам алғанда, бұның бағасы уже примерно 70-80 болып тұрады. Вот осылай жаңа қаншалықты көп адам алса, соншалықты өсіп 70-80 есе өсіп кетуі мүмкін 2 аптаның ішінде. Бізде өте көп криптовалютаның тарихында өте көп жаңағы мысалдар бар, когда бір күннің ішінде мысалы $1-дан $40-50 дейін өскенде, сонда миллион 100 мың салық қойсан 4 миллион 5 миллион шығарып алса болатын еді бір күннің ішінде. Дальше айта кетейін, енді Tesla, Илон Маск айтады, хорошо, так, мына бағасы мынандай болып тұр уже 14-ші күні. Даже Илон Маск айтпай тұрып, сен уже $1-дан кіргенден кейін, 2 аптадан кейін $70-80 сатып жіберуі мүмкін. Өйткені сен білесің, уже қорқасың. А вдруг Илон Маск жоқ десе, бұның бағасы қайттан түсіп кетуі мүмкін деп. Егер шыдап, мына жерде уже жартысын шешіп алсаң болады. Егер сен $1 мен миллион теңгеге кіресің, и 2 аптадан кейін уже сенде 70-80 миллион болып тұрады, сен оның 40 миллионын шығарып ал, сен уже в плюсе 42 жасап алдың да, қалған 40 миллионың қалады. Вдруг, если Илон Маск я десе, ол тағы да ұшып, ол даже уже, егер Илон Маск я десе, все, уже елдің бәрі үлкен жаңалық болады. Tesla өздері айтады, біз осы X компаниясымен бірге істеп жатырмыз деп, оны уже 10 миллион емес, оны уже миллиардтаған адамдар көреді. Ол жерде уже бағалар кетеді. Мысалы, биткойнның өзі де солай ғой. $1 2013-те $1 тұрған. 8-9 жыл бұрын. Қазір қанша? 16-18 миллионның арасында ойнап тұр қазір. Даже 1 теңгеге де 2300 штугын алса болатын. Сөйтеді, Илон Маск я дейді, все, мынау ұшат артына ноликтарды қосып. Ал егер жоқ десе не болады? Мысалы, сен алып қойдың, мысалы $1-дан, ол жоқ десе, қайтадан жоқ десе, баға төмен қарай түседі. Өйткені ойбой, мыналар чиптары дұрыс істемейді екен деп. Мына жақта 80 болды, жаңа 2 аптада. Уже 1 аптадан кейін қайтадан бұл түсті, $30 түсті, примерно $10 түсті. Но одан аз түсе алмайды уже. Неге? Өйткені адамдар уже көбісі $1-дан алып қойды. И мына компанияның, мысал жаңағы дорожная карта дейді ғой, біз осындай компаниямыз, біз осындай жасаймыз дегенде, осы компанияға сеніп ұстап отыратын адамдар қалады, бағасы $10 болып қалады примерно. И сен ұмытып кетесің, например. Все, жарайды, қалды ма, қалды, жарайды. Ұмытып кеттің сен. Жарты жылдан кейін өтеді, Tesla бұларға жоқ деді уже. Отказ берді, бұлар жарты жылдан кейін сен кошелегіне кіріп, крипто кошелегіне кіріп қарап қалсан, там уже миллиардтар жатуы мүмкін. Неге? Өйткені бұл компания, оказывается, мысал ала кететін болсақ, мына жігіттерге заявка тастап, осы жігіттермен істеп жатыр екен. Дальше Mercedes, BMW уже сөйтіп. То есть осылай криптовалюта қалай өседі, оны жаңа ешкім басқармайды. Ол нарық. Қаншама адам кіреді, қаншама сұраныс болады, соншама есе ол бағасы көтеріледі. Ал біздің мақсат қандай вообще? Мына кезге алып алу керек криптовалюталарды. Өйткені қазір күніне 5
10 криптовалюта шығып жатыр. Биткоиннан басқа әлемде 20 мыңға жуық криптовалюта бар. Қазіргі шығып жатқан NFT, жаңағы метавселенная, осының барлығы уже келіп жатыр. Өйткені біздің мысалы командада кураторларымызда даже Степан деген приложениені естіген болатын адамдар. Кроссовки, виртуальный кроссовки, сенде жоқ. Телефонына аласың да, приложение скачиваешь и виртуальный кроссовки сатып аласың. Аяққа кимейсің. Олардың бағасы қазір бір кроссовки $1000 басталады. Ал кезінде олар ең басында шыққанда сол кроссовкаларды бесплатно таратқан. Адамдар особо былай мән бермеген, ал қазір бір кроссовкидің өзі $1000 тұрады. Артықшылығы неде? Артықшылығы неде? $1000 аласың. $1000 аласың да кроссовкиді мысалы. Башмак болып қалды ғой менде, кроссовки емес. Примерно 40-50 күнде жаңағы $1000 шығарып аласың. Каждый день шагаешь, жүресің ары бері. Там кроссовкалардың 3 түрі бар. Ол жаңағы жай жүру, кішкене жүгіру и жаңағы спортсмендерге арналған қатты жүгіру. Қатты жүгіргенде, конечно, олардың кроссовкалары $1000 тұрмайды, олардың кроссовкалары $5-6 мыңнан бастап тұрады. Бірақ қатты жүгіргенде саған за каждый шаг криптовалюта түсіп отырады. Осы приложение шығарған компанияның өзінің несі бар, криптовалютасы бар, былай GMT деп аталады. 0.15-пен шыққан 2 ай бұрын. 2 ай бұрын шыққан бұл приложение. $0.15 шыққан, бағасы $4 дейін жеткен. Сонда, мынаның аралығы бір айдың ішінде ол $4 жетіп олды уже. То есть 0.15-пен алып қойсаң, $4 шықсан, ол уже примерно 100 мыңнан 4 миллион шығарғандай болып тұрады. Бұл кәдімгі телефонда ғана шагтың. Телефонда шагомерге, шагомер болады. Ал ол жаңағы Степан деген ходи и зарабатывай деген темалар, NFT-дің түрі. Қазіргі мысалы Aglet деген новый приложение шықты. Қазір айтам 4 күн бұрын шықты Aglet. Кроссовкаларын бесплатно раздавать етіп жатыр. Бізде балалардың бәрінде уже 20-30 кроссовкалары бар. Интерфейсі мына Степаннан қарағанда куда лучше. То есть жақсырап жасалған. И мына жерде Степанда мысалы жүгіргенде жаңағы тоқтап қалсаң, қайттан жүгірсең болмайды. Ал Aglet'те болады уже. То есть уже совершенствованный Степан деп те айтсақ болады. И біз қазір сол Aglet деген жаңағы криптовалютаны қазір уже алып жатырмыз өзіміз. Өйткені новый шыққанда балалардан бізде бүгін 20 мың шаг болды деді, біреуінде 7 мың шаг болды деді. Олар соны айтып жатыр ма? Aglet деген. Мен өзім жүрген шагтарын айтып отырмын. Бізде командада барлық адамдар приложение қазір бесплатный болып тұр, кроссовкаларды тоже бесплатно алсаңыздар болады. И за каждый шаг олар сізге криптовалюта береді, ал криптовалюта оларды әлі шықпаған. Криптовалютасы бар, бірақ жаңағы Binance-қа, биржаға шықпаған. А ол шықса, за каждый шаг, мысалы бізге 1000 шаққа қанша береді? 1000 шаққа. 1000 шаққа 1000 криптовалюта береді ғой. Хотя бы каждый $1 тұрса, Binance-қа шықса, например. Мысалы, мынау 0.15-пен шықты да $4 дейін жетті. Ол да сөйтуі мүмкін. Қазір уже биржада бар. Но бар, GMT бар, Stepn приложениесі бар. Ал Aglet деген әлі шықпаған, ол 4 күн бұрын шықты. Басында мынау да шыққанда тоже сөйтіп тегін берген. Тура осы сияқты, бірақ біз кәдімгі нормальный осы Aglet'ті алып жатырмыз. То есть ондай проекттер өте көп, күнде шығып жатыр. Жаңағы X компаниясы дедік қой, тоже ондай компаниялар өте көп шығып жатыр. Соның барлығын бізде командада балалар күнделікті примерно 4-5 сағатын құртады жаңағы жаңалықтарды тыңдау үшін. Потому что осы криптовалютамен айналысқанда өте қатты дұрыстап жаңалықтарды тыңдап отыру керек. Нарықты зерттеу керек. Обязательно, И біз бір новый приложение шықса, бір новый тема шықса, өзіміз бірінші көреміз, командамен бірінші көреміз, зерттейміз, нормально ма, нормально емес па, скам емес. И жақсы болса, бізде мысалы командадағы балаларға, жаңағы біздің шәкірттерімізге жібереміз, осындай шығып жатыр тема, давайте жаңағы алып алыңдар. Айтып тұрмын ғой жаңағы, ең бірінші шыққан криптовалюталарды басында алу керек. Жақсы. Ауадан ақша табу деген осы
жүріп ақша табуға болады. Бізде жаңа командада бар дедік қой. Осы степенмен жүгіріп жүрген ол біздің куратор болып табылады, Юсуф деген жігіт. Шақырсам, келіп өзі көрсетіп берсе мысалы. Барлықтарыңызға салам. Қалай болды? Қай кезінде сатып алдыңыз сіз? Сол кроссовканы мен 5 күн бұрын сатып алдым, $1300. 5 күн болды жүгіріп жүргенімге. Жүгіріп, спокойно жүрем. Где-то 4 км в час, 10 км в час соны ортасында жүруім керек. Әр күні 10 минуттан жүрем. Біз көрсете аламыз ба телефонда? Әрине. Күніне қанша жүріп жатсыз қазір? Күніне 10 минут жүрем, 10 минут, 11 минут. Енді құр жүргеніне ақша аласың десе күлетін шығар негізі көбісі. Бірақ қазір заман соған келді әйтеуір. Қазір қанша болды? 44 JST мен уже сол JST-ні алдым. Қазіргі бағамен бұл где-то $130 болып тұр. 5 күн ішінде $130 таптым. 5 күннің ішінде $130. $130, иә. Күніне 10 минут жүрем. Күніне 10 минут. Иә. Азын кешкен жүре берсең қанша болады? Ондай болмайды ғой, сізге энергия беріледі. Күніне сізге бір күнде, мысалы сізде бір кроссовка болса, 2 энергия беріледі. Сол 2 энергия сіз где-то 10 минут жүре аласыз. 10 минут, 12 минут. То есть соған ғана байланысты. Иә, сондай ограничение бар да, специально. Талбат жүре беруге болмайды. Жоқ, ондай болмайды. Ондай болмайды. Қайдан білейін, біз ақша болса көп жүре береміз ғой. Жақсы, кеттік. Енді қанша тауып жатсыз қазір? Қазір күніне сол $20-30 тауып отырмын. $20-30 тауып жатсыз. Енді қазір $4 болды ғой, по-моему. Қазір менде GST мен, мысалы, осы проектте 2 монета бар. Бұл жерде GMT, екінші монета GST. Мына GMT қазір $4 болып тұр. GMT бұл сол проекттің өзінің монетасы, бірақ GST деген монета бар. Бұл монета қазір где-то $3 болып тұр бағасы. $3. Күнне мен примерно 9-10 чисто емес ол GST табам. $3. Мысалға, бір қадам, мысалға, $3 тең ғой сонда, Жоқ, негізі 1 минутта мен 1/5 GST табам да, 1 минут. Ол қадамға есептелмейді. Сіз 10 минут деп жатырмын ғой, 2 энергия бар, сол 2 энергия 10 минутке жетеді. Ал 10 минут жүретін болсаңыз, чистыми где-то 10 GST шығады да. 10 GST шығатын болса $30 болып тұр. $30 күнне тауға болады. 10 минут жүріп. 10 минут жүресің, $30. Жүрудің өзінің шарттары бар ма? Бар, осы 4 км мен 10 км аралығында жүруіңіз керек. Бұл деген тоқтаңызға болады, бір пауза бар. Пауза мысалы, мен жүріп келдім да, мысалы, мына жерден шығып, Достық плазаға дейін барсам, светофор бар ғой, енді пешеходный переход бар. Қызыл жанып тұрған болса, мен барам да стопқа қоям, стопқа қойып күтем, 30 секунд өткеннен кейін уже қайтадан қосып, қайтадан жүріп кетем. Күнне $30 болатын болса, қазір доллардың бағасы қанша болып тұр? Қазір доллардың бағасы, USD-дің бағасы $450. 450 теңге. Енді 30-ға көбейтсен, 1200 бола ма? 12 мың бола ма? 30-дан 450 көбейтетін болсақ, 13,5 мың теңге. 13,5 мың теңге. 13,5 мың теңге. Күнне табуға болады. Күнне табуға болады. Құрт жүріп. Мен бұл кроссовканы $1300 сатып алдым. Бұны $30 бөлетін болсақ, 43 күнде окупаемыз, 43 күнде. Ал егер GST-ның бағасы өсетін болса, окупаемыз уже будет меньше. Мысалы, GST-ның бағасы где-то стабильно болатын болса, $4-5 болады да. И уже окупаемыз сол жерде 40 күн болып тұр менде. Енді күлетін шығарсыздар, бірақ шынымен де күніне біз бүгін ғана интервью алдық бір аспазшыдан. Аспазшы күніне 12 мың мен, то есть 8 мың мен 12 мың арасында табады екен. Азынан кешке дейін жүріп, жұмыс жасап, администрациядан ұрыс естіп, барлығын тамақтың барын істеп, күніне 8 мың мен 12 мың арасында табады. Мына кісі күнде просто 10 минут жүріп, 13.500 теңге тауып жатыр. Заман соған келді. Заманнан құр қалмау керек, осы нәрсені үйрену керек. Кезінде барлық нәрсеге күлдік, кезінде барлық нәрсені қабылдау өте қиын болды, бірақ мынау да бәлкім қиын болуы мүмкін. Дегенмен келіп, үйреніп, жасап көрсеңіздер, негізі шынымен де табуға болады. Оны Каспиге аударып аласыздар осы қазір? Әрине. Қанша күнде аударуға болады? Бір күндік табысты? 20 минут ішінде. 20 минут. Ұзағы 20 минут. Күндегісін күнде аудара беруге болады? Без проблем. Сол приложение тұрады ақша. Ол приложениеда мен Binance биржаға лақтырам. Binance'тан уже мысалы Нұржан мырза көрсетті ғой. Солай Каспиге шығарып аламын. Сіз оқыдыңыз ба бұларды? Негізі менде 4 жылдық тәжірибем бар. Криптовалютада 14 жасымда бастағам. Просто жай ғана командаңызға келіп қосылдыңыз? Келіп командаға қосылып, куратор болып. Есіміңіз қалай? Есімім Юсуф. Юсуф, сіздердің кураторларыңыз болады, егер де оқитын болса,
әрине. Сіздерге көрсетіп береді қалай жүріп ақша табуға болады. Одан бөлек барлығын криптовалюта, барлығын осы жігіттермен көрсетеді. Енді бүгінгі шығарылым білмеймін, басқаға мен өзіме қатты ұнап жатыр негізінде. Өйткені басында бізге шыққан кезде мен енді криптовалютаны қатты түсінбегеннен кейін, жалпы өзім журналист болғаннан кейін, жай ғана сіздерге ұсынуға бізден көп сұрайды. Енді криптовалюта жайлы түсіресіздер ма? Біз көп нәрсені түсінбей қалдық. Содан кейін біз алдыңғы выпуск шығарған кезде де майнинг тек қана бір ғана түрі бар ма деп. Содан кейін жігіттер хабарласып, жоқ, бізде 15 түрі, то есть табыс табудың 15 түрі бар, толыққанды барлығын түсіндіріп бере аламыз дегеннен кейін жақсы деп бір ауыздан келісіп, енді барлығын сіздерге көрсетіп беріп жатырмық. Мынау тек қана бір түрі. Проект менеджер, мысалы, бұл жүгіріп ақша тап деген сөз, әңгіме. Мынандай тема бар, оқы и ақша тап. Мысалы, айта кететін болсақ. Қазіргі крипто әлемде, мысалы, көптеген заттар жасап, барлығына ақша төленеді. Мысалы, қазіргі таңда ағылшын тілін жай ғана күнделікті оқып, 10-30 минуттың аралығында оқысаңыз, соған криптовалюта төлейтін ойындар бар. Қазір даже үйде отырып, компьютердің алдында ойын ойнап криптовалюта табуға болады. Бұл негізі неден құралады? Компанияның брендіне жұмыс жасай ма, әлде бір мотивация беру мақсатында ма, әлде бір компанияны таныту мақсатында ма? Олар қай мақсатта жұмыс жасайды негізі криптовалюта бергенде? Мысалы, мыналар қайдан ақша тауып саған береді деген сұрақ қой, грубо говоря. Оларда спонсорлар көп қой. Мысалы, Puma, Adidas, Gucci, Nike, сондай ірі компаниялар NFT кроссовкаларында мында логотиптар тұрады, например. Ол үлкен жаңағы сол бренд үшін реклама болып табылады. Сол үшін сол үлкен ірі организациялар осы Stepn компаниясына ақша төлейді. А олар соның частын бізге береді. Өйткені сонда біз тұтынушы болып осы кроссовкамен жүріп ақша тауып жүрміз. Ол сізге де тиімді, оларға да тиімді. Бұналарға да тиімді, Адидасқа да тиімді. И оның үстіне сіздер өздеріңіз сатып аласыздар ғой басында. Осы нені. Ол да оларға табыс көзі ғой. Міне 40-50 күнде осы Юсуф айтқандай окупаймость дейді ғой. 40-50 күнде окупиш и дальше уже в плюс кете бересің. Жақсы, сіз айта кетіңізші, ағылшынша оқыдыңыз, әлі оқып жүрсіз ба? Иә. Ағылшыншаңыз қалай оқылды? Жақсы. Жақсы ма? Жақсы болып қалды. Енді системасын айта көріңізші, қалай болады ол? Кітап бере ма, не істейсіздер? Жоқ, онлайн платформаға кіресіз. Приложение телефонда. Сіздің бастапқы деңгейіңізді көрсетеді. Деңгейіңізді тест арқылы білетін боласыз. И жаңағы сөздер беретін болады, мысалы 20 сөзді, сол сөздерді жаттау керек. Сол тесттерді көрсетеді, сіздерге тесттерге жауап бересіз. Егер дұрыс жауап беретін болсаңыз, сізге криптовалюта төлейді. Иә, егер де ағылшын курсына кім-кім қатысып жүрген болатын болса, негізі курсқа қатысмай соған қатысса болады ғой. Иә, соған қатысып, наоборот саған ақша төлейді. Сен оқыған үшін саған ақша беріледі. Негізі қазір нарықта өте үлкен өзгерістер болып жатыр. Өзің жаңа айтып кеткендей, адамдар басында түсінбейді. Біз айтамыз, түсінбейді. Одан кейін бір мысалды көреді, екі мысалды көреді, уже ойланады, и уже кеш болғанда ғана оянады да адамдар. Ал біз айтқымыз келіп отқаны қазір әлі де кеш емес. Өйткені енді біздің елімізде де өздеріңіз білесіздер, теңгеміз құлдырап жатыр. Адамдарда қаржылық сауаттылығы өте төмен. Өйткені жаңағы микрозаймдар қазір каждый шагта бар. Кредиттен кредитті жабу үшін кредит алады. Мысалы, қаржылық сауаттылықта ол мүлдем ондай жоқ негізі. Ондайды болдырмау керек те. Толық оқытасыздар. Бізде тек қана криптовалюта ғана емес, полностью қаржылық сауаттылықты көтереміз. Өйткені криптовалюта ол не? Ол ақша. Ақшамен қалай дұрыс жасау керек? Жаңағы Нұржан мырзамыз айтқандай, психологияны да дұрыс ұстап тұру керек. Психологияны да үйретеміз. То есть қазір бізде Қазақстандағы азаматтар білмейді, ақшаны қалай ұстау керек. Білмейді емес, енді реально осы ойлап қаласың. Қайда салам? Машинаны алып тастайын ба? Үйлерді алып тастайын ба? Мысалы, біз 3 жыл бұрын 25 миллионға квартира алдық, мысалы, 3 комнаталық. Қазіргі оның бағасы 50 миллион. Сонда 3 жылда бірге бір қосылып отыр. Ал депозиттағы ақшан саған 3 жылда 30% береді, мысалы. Ол келмейді да, мысалы. Жүресің, бір жылдан кейін мына машинаны алам дейсің, камера 30-каны алам дейсің, бір жыл копиш, 3 миллион накопил, барып базарға барып, или колесоға кірсең, ол уже 4,5-5 миллион тұрады. Хорошо, тағы 2 жыл копить етесің, барып қарасаң 7 миллион тұрады. Неге? Өйткені теңгенің құлдырауы. Ал батыс елдерде
осындай криптовалюта әлемі өте жақсы дамып жатыр, и елдер наоборот осы қағаз ақшадан гөрі осындай ақшаларды ұстап, және де олардың бағалары да өседі, жана безопаснее, потому что алдында даже бізде не болғанда январский события болды ғой, қаламызда өкінішке орай. Сол кезде даже ақшамызды шығара алмай қалдық қой банктерден. Ойлаймыз, банк деген ты че, ол государственный зат қой деп. Жоқ, любой банк может закрыться и ақшаны қайтармай қалуы мүмкін. Криптовалютада да бар, бірақ олар мошенниктер болып табылады. Біз олардан қалай айналып өтуді, қалай мынау мошенник па, мынау мошенник емес па, солардың бәрін ажыратып біле аламыз да, и адамдарымызды, шәкірттерімізді сөйтіп үйретеміз. Енді толыққанды бүгінгі шығарылымда түсінді деген ойдамыз. Жалпы криптовалюта дегеніміз не, одан бөлек тәсілдері өте көп екенін. Енді курс жайлы. Курста не үйретесіздер? Жалпы бір қазақты алайық, білмейді ешнәрсе криптовалюта деген не екен. Бір кезде естіген биткоин өсті, биткоин битіп жатыр, майнингтан Қазақстан екінші орында тұр екен. Соны естейді, и адам ішінде желаниясы болады ғой. Мысалы, осы видеоны көргеннен кейін даже адамда желание ашылады. Мына жігіттер жасап жатыр екен, мынандай әлемде болып жатыр екен, мен не істеп жүрмін, даже мен Юсуф 10 минут жүріп 13 мың теңге алып отыр. Сондай адамдарға арнап біз курс аштық. Өйткені біз білеміз, қазақша ешқандай мағлұмат жоқ, өте аз. Жаңағы орыс тілінде де уже мәліметтер көп, бірақ ол соңғы 3-4 жылда ғана пайда болды. Вообще от нуля айтады ғой, алфавиттен бастап до конца уже кітап жазғанға дейін үйретеміз. Сол сияқты криптовалюта деген не, тарихынан бастап, онымен қалай, мысалы Binance деген биржасында біз істейміз, сол Binance биржасына қалай регистрация жасау, қалай верификация жасау, трейдинг, қалай мынандайлар осындай проекттерді табу, қалай сатып алу, қай жерде дұрыс криптовалютаны сақтау. Және де криптовалютаны қазір даже бесплатно алса болады. Сенбейтін шығарсыз, бірақ басында криптовалютаны тегін де алуға болады. Сол жолдарды үйретеміз. Мысалы, бүгінгі күнде егер криптовалютаны тегін алып қоятын болсаңыз өзіңіздің кошелегіңізге, ертеңгі күні бағасы өскен кезде 1-2 жылдың ішінде мысалы бірнеше долларға өссе, біраз ақша болады. Ертеңгі сіздің квартираңыз, машинаңыз болуы мүмкін. Ол airdrop деген тема. Мысалы ала кететін болсақ, Саламброның бір точкасы ашылғанда не болады ең бірінші күні? Алғашқы 500 бургер бесплатно дейді. Бесплатно барып алады. Одан кейін бір ай бойы 390 теңгеден дейді. 390 теңгеден сатады. Дальше уже болды, оборот жинап алады да, адамдар уже үйреніп қалады, бос точкада Саламбро бар екен деп. И дальше уже келіп обычный бағамен сатып ала береді. Сол сияқты новый криптовалюта шыққанда олар airdrop жасайды. Airdrop деген криптовалютаны тегін тарату. Өйткені оларға реклама керек. Мысалы, бізге қазір жаңағы Аглет деген осы Степан сияқты шықты ғой. Бізде уже 20-30 кроссовки бар. Оның бәрі airdrop сияқты ретінде. Кроссовкиді бесплатно береді. На Степанда бесплатно берген, мысалы, басында. Қазір каждый $1000 тұрады. Сол сияқты airdrop. Любой криптовалюта шыққанда жаңағы X компаниясы, который Теслаға не бергенде, ол анада Теслаға заявка бермей тұрып, криптовалюталарын бесплатно таратқан. Өйткені оларға реклама керек, ат керек, кішкене сол криптовалюта туралы білетін адамдар керек. Сол қазір возможность көп негізі. Қазақстанға бұл енді келіп жатыр. Біз не үйретеміз шәкірттерімізге осы криптовалюта әлеміне кіргізіп, қалай без рисковый, бар рисковый тәсілдер де бар, оны соңына таман қалдырып, соңына таман үйретеміз. В основном без рисковый. Мысалы, жұмыстарыңыз болса, жұмыста жүріп, криптовалютаға оқу үшін жұмысты тастау керек, қажет емес ол. Өйткені күніне даже 1 сағаттың өзі жетіп жатыр, былай жетіп жатыр. Айтады ғой, жұбы железобетонна, мысалы, айына миллионнан 500-700 мың жасаса болады, точно жұбы. Сол ең безрисковый тәсілі, одан кейін рисковый тәсілдерде уже миллионнан миллиард жасаса да болады. Жақсы. Толыққанды айтып бердік. Енді көбісі айту мүмкін, бұл жігіттер негіз тазы курс сатып табыстау жүр ғой деп. Жоқ, біз сіздерге мысалымен көрсеттік. Одан бөлек курсты оқып шыққан жігіттердің нәтижесін көрсетеміз. Және де бұл жігіттер өздері де табыстау жатыр. Сіздерге бағана көрсеттік, Каспийге ақша лақтырғанын. Және де мына офистің өзінің бағасы 800 мыңнан асады.
Сондықтан қазақтың жігіттері жасап жатыр, қазақтың жас жігіттері жасап жатыр. Сондықтан да тек қана негативті іздемей, кемшілікті іздемей, әрбір қазақты қолдауымыз керек, жасап жатқан қазақты қолдауымыз керек. Сондықтан да әрбір қазақ байда бақуатты болу керек деген сөзбен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Егер де қызық болса, онлайн оқимын десеңіздер, немесе офлайн оқимын десеңіздер, жалпы осы кәсіпке кіргім келеді, криптовалюта жайлы білгім келеді, нарықтан, заманнан қалмайын десеңіздер, міне телефон номерін қалдырдық. Хабарласыңыздар, сіздерге үлкен мүмкіндік, өздері сөйлесіп, толыққанды сіздерге түсіндіріп беретін болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.